Құрметті көрермендер, армысыздар. Бүгінгі біздің кино кездесу жобасына қош келдіңіздер. Сіздер мен біздер болып бүгінгі көрсетілімге, яғни бүгінгі біздің жобамызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті мен Қазығұрт телерадио кешені бірлесіп, осы біздің студенттерімізге, жалпы біздің жастарымыз өткенін білу керек. Кезіндегі аға буын өкілдердің оқыған кезіндегі біздің қазу қалашы қандай еді, қазір қандай деңгейге жетті, соны көрсін деп біздің сол кездегі оқыған студенттер бүгін біздің арамызда отыр. Қазір әрқайсысын жеке-жеке таныстыратын боламыз. Ал енді ең бастысы, бұл бүгінгі біздің кино кездесу жобасына ұйытқы болған, ол Жаны менің телехикаясы. Ол өзіміздің Қазақстан ұлттық телеарнасы эфирінен таяуда ғана өтті. Сол идеяның авторы, продюсері Арман Сқабыл ағамызбен келісіп, ең бірінші кино кездесудің ең бірінші жобасын осы Жаны менің сериалынан бастауды жөн көрдік. Ал енді бүгінгі шараның өтуіне қолдау көрсеткен біздің серіктесіміз Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамы және оның басқарма басшысы Ерлан Тынымбайұлы Қарин мырзаға және өзіміздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры академик Ғалымқайыр Мұтанұлына осы ұйымдастырушылар атынан шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз. Енді сіздердің уақыттарыңызды алмай, достар, сіздерге бүгінгі кештің басты қонақтарын таныстырып кетуге рұқсат етіңіздер. Қазақстан ұлттық телеарнасы аутсорсингтік компаниялармен жұмыс істеу бөлімінің басшысы Сәуле Жәнібекқызы Жиреншина арамызда отыр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты доцент Сағатбек Медеубекұлы. Сондай-ақ осы фильмнің идея авторы әрі бас продюсері Арман Сқабылұлы. Сценарий авторларының бірі Жәмит Көшербаев. Басты рөлді сомдаған актерлар мен актрисаларымыздың бірін мына жерде мен жаңа ғана көрдім. Өзіміздің менің әріптесім Гүлназ Ауданбаева. Және өздеріңіз жаңа ғана тыңдаған, көрген бейнеклиптер, саундтректер осы сериалға қатысты. Соны орындаған Алуа Қосанова және Жандос Абдраимов, біздің әнші қыз жігіттеріміз. Құрметті көрермендер, қонақтар, ал енді бүгінгі шараның маңызына қысқаша тоқтала кетуге рұқсат етіңіздер. Кино өндірісі әлемде гуманистік идеологияны таратушы ең тиімді құрал және оның жастарды тәрбиелеу үдерісінде маңызы зор екендігі белгілі. Осы ретте рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында көрерменге айтар ойы бар. Тәрбиелік мәні жоғары жаңа фильмдерді жастар арасында насихаттау мақсатында және жастардың бос уақытын тиімді өткізу үшін 90 сайын осы залда кино кездесу жобасын өткізуді жоспарлап отырмыз. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің мөлшемі. Ұнатамын мен сені. Жүрегі ғой, сол дағы сыр бер. Казгугурат қайдасың деп құстай ұшып келдің ғой. Енді сәлемі қандай, жауабы да сондай. Таудың суретін салам да жіберем. Қарындас, тамаша орындағаныңыз сонша, тарғын досымыз өз әнін өзі танымай қалды. Арман, саған осы Алматы ұнай ма? Алматы маған енді ұнап келе жатқан сияқты. Құрметті көрермендер, мына Жаны менің сериалының келуіне ұйытқы болған азаматтар мен азаматшыларға тағы бір ду қосып қойықшы. Және керемет деп аталатын студенттерге қызмет көрсету орталығы. Осы орталықтың директоры
Сайран Мұхтарханқызы Баяндинаға және осы студенттердің арасында беделді ұйым, ол Сұңқар студенттер мен магистранттардың кәсіподақ ұйымы. Шығуға бірмірай жарамызда отыр. Осындай бізді қолдаушы жастар бар кезде біз алдағы уақытта да егер сіздерге ұнап жатса, осындай кездесулерді өткізе берсек деген ойдамыз. Жанарыңнан сыр ұқтым ба, әлде сені сол сәтте ұмыттың ба? Өзің болдың әйтеуір бұл күнгәнім көтеріп ап кетіп бұл қолбадың аймалауыңа құнықтың ба? Өзің болдың әйтеуір бұл күнгәнім көтеріп ап кетіп бұл қымбадың аймалауыңа құнықтың ба? Ұнатамын мен сені дегенменен, көрмегенді өзгеден сенен көрем. Өз балың өзіңнен көр, қайып болсам бір күні егер де мен. Ұнатамын мен сені, арманымдай еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені, арманымдай еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені. Бүгін 5-ші жатақханада дискотека болады дейді. Қане бәріміз бірге барайық кеттік. Осы өздерінің өмірлік жүріп өткен жолдарын тәлім тәрбие ретінде көрсетіп жатқандарыңыз үшін сіздерге тағы да бір ризашылығымызды білдіреміз. Енді студенттердің арасынан егер сұрақтарыңыз болса, сіздерге қазір микрофон ұсынайын. Ең бірінші мен Сәуле апайымыз, Сәуле Жиенбекқызы, сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Осындай тамаша дүниені жарыққа шығарып жатқан Қазақстан телерадио корпорациясы алдыда қандай жобаларды жүзеге асырмақ? Сол туралы біздің осы жерде отырған барлығы білгісі келеді деген ойдан бірінші сауалды өзіңізге қойсақ деп тұрмын. Сіздермен кездесу, қауышу өзіміздің Қазақ ұлттық университетінде мен үшін өте ыстық. 81-86 жылдары журналистика факультетін осы жерден тамамдап шыққан. Мынау Қазақстан ұлттық телеарнасы, өздеріңіз білесіздер, 4-5 жылдан бері өзінің арнайы тапсырысымен телехикаялар түсіріп жатыр. Мына сериал деген сериал деп жаңа орысшалап айтып жатырмыз. Біз тіл мамандар болғандықтан бұны телехикая деп атасақ дұрыс болады. Біздің эфирден, Қазақстан ұлттық арнасының эфирінен «Отыңды өшірме» деген тағы бір тамаша телехикая жүріп жатыр. Facebook шулап жатыр, көріп отырған боларсыздар. Сондай-ақ осы жақында сіздер Көзайым 3-ті көре аласыздар біздің ұлттық арнадан. Көзайымды 1-ші және 2-ші маусымын көрген шығарсыздар. Енді 3-ші маусымын көресіздер. Сонымен қатар тағы бір тамаша туынды қазір тәуелсіздік мерекесі қарсаңында сіздерге ұсынылады. Бұл біздің Кейкі мерген деп аталатын үлкен туынды, үлкен телевизиялық көркем фильм. Бұлардың барлығы сіздер енді көріп отырсыздар, түсірілуі, актерлардың ойыны, жарығы, дыбысы, мысалы, бәрін болмаса да шамалы сіздер біліп қалдыңыздар, өте жоғары деңгейде жасалған телехикая болса да. Сондықтан бірақ бұл жаңағы сіздер ойлағандай қазақ фильмнің бюджетіндей, болмаса жаңағы жеке туындылардың бюджетіндей, киноның бюджетіндей бюджетке емес, шағын ғана бюджетке осындай тамаша туындылар түсіріп жүрген біздің отандық өндірушілеріміз бар. Ал сол отандық өндірушілерді Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қазақстан телерадио корпорациясы және оның басшылығы әрдайым қолдау көрсетіп келе жатыр. Осыдан 5 жыл бұрын осы фильм түсіретін 4-5 компания болса, былтыр біздің осы конкурсқа 130 компания қатысты. Сондықтан сіздерге де осыны көре отырып, шетелдің киноларымен ғана әуестенбей, оны салыстыру үшін қарап отырып, өзіміздің отандық туындыларымызды көре отырып, өздеріңіздің пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде де, жүрген жерлеріңізде де білдіре отырып, және бұның барлығы сіздердің де болашақ нандарыңыз. Соған осы бастан
көңіл қойсаңыздар деген тілек айтқым келеді. Рахмет сізге. Жалпы мен аз ғана тарихын айтайын, бұл телехикаяның дүниеге келген. Барлықтарыңызда әлеуметтік желіде отырасыздар деп ойлаймын. Фейсбукта, Инстаграмда. Бұл сол Фейсбуктың белсенді қолданушысымын мен. Әр кезде әртүрлі көңіл күйге байланысты жұрт секілді бір жазбалар жазып отырамыз. Сондай бір күнде Казгуде ауыл шаруашылық жұмыстарында сельхозкада болған бір оқиғаны, бір шағын ғана хикая, бір жазба дейміз ба, бір-екі күнге ғана бір кішкентай ғана шағын жазғым келіп жаза салғам. Біріншісін жай ғана жаза салдым. Оның астында комментарий дегендер болады. Бірден комментарийлер кетті, аға жалғасын жазсаңыз, ары қарай не болды, жаным не болды, армансыз ба деп сіз сияқты сұрап тағы да. Шындығын айтқанда, мынау әлеуметтік желі деген адамды қамшылайтын бір сұмдық нәрсе екен. Бір-екі жазба деген нәрсем 32 жазба жасадым 32 күнде. 32 жазбам осы 10 сериалы киноға негіз болатындай оқиғалар жазылды ішінде. Жаңағы сұрағыңызды айтайын енді. Шындығында әлеуметтік желідегі жаным деген сол хикаятты оқысаңыздар, барлығында аттар өзгертілмеген менің курстастарым ішінде. Арман, жаным, Тағыл, тағы да басқа курстастар. Киноның табиғаты бөлек, сондықтан кинода образдар біраз өзгерді. Бірақ көпшілік журналистика факультетінде оқығандар немесе Тағылды досымның шығармашылығымен таныс адамдар бірден Тарғынды танып атты, бірден мынау Тағылды деді. Болмаса тағы да бұның ойын тағы да сұрақ болатын білем. Кинодағы прототиптер дәл сол адам емес. Киноның табиғаты сол, бір образға бірнеше курстастың образын жинастырып жасадық. Алғарай ешқашан өлең жазбаған адам, бірақ оны әр курста сәкен біледі, бір-екі ақын болады өзі. Сондай ақын болғанда да ұйқаспен ғана тақпақшылап сөйтіп жүретін. Сондай образдарды қостық. Сондықтан кинодағы образдардың барлығы жиынтық образдар, ал арман мен. 70%-ға. Осында кинолар көп болсын. Өйткені мына киноның сапасы деген жоғары. Енді сіздерге сұрақ, осы қанша бюджет расход болды осыған? Бір, екінші қандай аппараттармен түсірдіңіздер? Енді осындай қолжетімді, осындай аппаратпен түсірілсе, неге осындай киноларды қолдамасқа? Осы сіздерге бір қолдайтын есілі жастардың жаңағы министрге қаншама бюджеті 20 мың студент бар біздің Казгудың. Қаншама студенттер қосылады деп ойлаймын. Өйткені осындай киноға көп бюджеттер біздің мемлекетіміз аударса деп мен арман. Өйткені басқа шетелдің киносы бізге бәрібір, бізге қанымызға жақын емес бәрі. Осындай кино жастар тез түсінеді. Өйткені күнде көріп жүрген адамдар, актерлар жақын болады. И сол арқылы басқа да жастарға үлгі болады. Ертең кино саласын дамытуға үлкен зор қосады деп айтамын. Тағы да мың алғыс сіздерге. Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Телехикаяның бюджеті басқа телехикаялар сияқты, ол да барлығы бірдей, ешқандай артықшылық болған жоқ. Мен бұл телехикаяны түсіргенге дейін де осы біраз сынаған адам, жалпы сапасында түрлі түсірілген Атышулы, Қозы көрпеш, Баян сұлудан бастап біраз сериалдарға сын айтқан. Өз басымнан өтті көрдім, бюджет өте аз. Сол аз бюджетпен қалай түсіріп деген сұрақ қойдыңыз ғой енді ол. Шындығын айтайын, бұған дейін де талай айтылған, мынау телесериалдың өзі, егер сен қазақша телесериал түсіретін болсаң, ол бастан аяқ қазақша болу керек. Түсіретін адамдар біріншіден, ең бірінші сценарий түп нұсқада қазақша жазылу керек. Екіншіден, режиссерім, ол да үлкен мәселе, қазақ тілін білмей түсіріп жатса, ол актердің не айтқанын сезінбей, актердің эмоциясын сезінбей отыратын болса, ол да дұрыс кино шықпайды.
актерлармен жұмыс та сол режиссерға байланысты. Бізде Бақыттас, Санитас деген ол да біраз сериалдар түсірген, әлі көп таныла қоймаған, бірақ қазіргі қазақша, қазақтың жанын, тәнін бойымен сезіне алатын мықты режиссер түсірді. Екіншіден, жаңағы аз ғана бюджетке, мына актерларымнан кешірім сұраймын, әлі күнге дейін ақшаларын алған жоқ әлі. Шындығын айтамын. Осы жерде кейбір актерлар өкпелеп келмей қалуы да мүмкін. Әлі ақша іздаған жоқ бізде. Шындығын айтқанда каналдың өкілі отыр міне. Шынымен бұл кісілердегі нәрсе емес, бұл жалпы елімізде болып жатқан жағдай қазіргі ол қаржының жетіспеушілігі қалай болғанда да мына актерларымыз сол сериалға жұмыс істеген топ жалпы ерлік жасады. Жоқтан бар жасады. Екіншіден фильмнің сапалы түсуіне мен Ақжол демократиялық партиясы дегенде негізгі жұмысым сонда. Орталық кеңестің хатшысымын, жалпы баспасөзбен жұмыс істейді. Депутаттарымыз бар Астанада. Сол жерде менің Азат Перуашев деген досым бар. Сол кісіге үлкен алғыс. Содан кейін осы ортамызда Болат Өтепбаев деген досым отыр. Мынау Сәуле ханым, Астанадағы бүкіл съемкаға 3 күндік ақша қалған жоқ. Астанаға 3 күндік съемкамды осы жігіт көтеріп алды. Ол кісіні титрдан қарасаңыз, бұл кісілердің аты жоқ, алғыс айту жоқ, керек жоқ деді, еш нәрсені. Саған достық көмегіңіз деді. Жалпы сол, бюджет туралы айтатын сол. Мүмкін соңында айта кетейін, бұл жөнінде телеканалдың басқарма төрағасы Ерлан Тынымбайұлы Хари мырзамен әңгіме болды. Кездейсоқ әуежайда кездесіп сөйлестік. Ол кісі өте жақсы біліп отыр, мұндай проблеманың бар екенін. Жігіттердің ерлік жасаған съемочный группаның мынандай жағдайда. Ол кісі менің білуімше, өзінің айтуынша келесі жылдан бастап шынымен сапалы сериалдарға ақша бөлек дұрыстау болады. Үкіметтен де, каналдан да жаңа бір жолдарын қарастырып жатқан көрінеді. Соған сенеміз, үміттенеміз, солай болады деп. Филология факультетінің бірінші курс студентімін, есімім Айтолқын. Жалпы қайырлы кеш, кеңесер қауым. Шығармашылық топқа осындай керемет туынды үшін алдымен алғысымызды білдіреміз, және менде 2 сұрақ бар. Ең алғашқысы, бұл туындыны шығаруға қанша уақыт жұмсалды, және екіншісі, актерлік құрам қалай таңдалды, арнайы кастинг өткізілді ме? Және көрермен ретінде айтар ұсынысым, бұл жаным менің телехикаясы, одан әрі өз жалғасын тапсы екен. Рахмет. Өздеріңіз байқап отырғандай, киноның кейіпкерлері көпшілігі өмірде бар адамдар. Сондықтан олардың жаңағы кішкене жас кездегі түрлерінің ұқсауына, актердің шеберлігі жете ме жетпейді деген мәселеге де көп назар аударылды. Соның бойын актерлар таңдалып біткеннен кейін міне қасымда Қуаныш отыр. Бұл кісілер тек қана сценариймен танысып, ары қарай съемкаға кетіп қалған жоқ. Ол кісілер мысалға кино Арман менімен жұмыс істеді. Аға, сіз қандай болдыңыз? Мына жерде не істер едіңіз? Жанымен ұрсып қалған кезде мына жерде қалай жылап жібересіз бе? Жоқ. Тісіңізді шықырлатасыз ба деген сияқты ғой, сондай бір эмоциялар. Сол Арман көп ақыл сұрап отырды. Жаным да келіп, енді жанымды көрсету көрмейді. Сондықтан жаным үшін мен жауап бердім. Ол мынандай қыз болатын, ол былай еді, мынандай жағдайда ол былай еді деп жаңағы Ақнұр актрисаға. Басқалар да Секеннің рөлін ойнаған жігіттеріміз, немесе Тарғынды, барлығы да өздерінің прототиптерін әбден зерттеді. Әбден зерттеп, байқасаңыз, енді сіздер білмеймін, біз өзіміз сол ортада өмір сүргеннен кейін ортасының мен шынымен мына сериалда көріп отырған кезде кәдімгі өзім курстастарымды көргендей болып отырған қазір сезініп. Солай болды. Ал түсірілім жаңағы аз ғана қаражатқа 1 айдың ішінде бітірмесең банкрот боласың. Сондықтан 1 айдың ішінде 1 сағатта артық емес, кемде емес бітірдік. Баршаңызға қайырлы кеш. Есімім Әсем, журналистика факультетінің магистрантымын. Сіз кинода өте бұзық болып ойнайсыз, оқудан шығарып жатады сізді. Мен 10 бөлімде көріп шыққам.
Балгараев пен Шакеев үшін шынымен өте көңілді көтереді сіздердің рөлдеріңіз сомдаған. Сізге сұрағым, өмірде қандайсыз? Ең біріншіден осы ортада отырған Қазақстан ұлттық телеарнасының Сәуле апайымызға, Арман ағамызға және де мен өзімнің әріптестеріме Қуаныш Шағуанға, Гүлназ әпкеме алғысымды айтқым келеді. Осы кісілермен тақналас болғаныма, осындай мүмкіндік беріп жатқаныңа. Және де өмірде қандайсың? Өмірде мына Қуаныш Шағуан біздер өмірде де доспыз негіз. Араласамыз, театральный факультетті бітіргенбіз. Өмірде білмеймін. Сондай сияқты дегенде енді кішкене сенің алдына отырған кейіпкерің болғаннан кейін кішкене утрировать етіп Станиславский айтады, чем этот роль похожа на меня и не похожа на меня деген сияқты. Сосын жаңағы Арман ағамыздан келіп сұраймыз, ол кісі қандай болды деп, ол кісі бүйтетін сөйтетін деп. Сосын кішкене сол кісіге жақындатып, шама келгесе бұзықтау болса бұзықтау етіп, солай етіп жасаймыз. Енді өз басымда ондай оқиға болған жоқ, шынымды айтайын. Рахмет. Гүлназ ханым, сіз негізі осы соңғы кезде қайтадан ұлттық арнада көріп жатқаныңызға қуаныштымыз. Екіншіден осы сериалға сіз қалай тап болдыңыз? Жай ғана тап болған жоқ, сіз осы сериалдағы өз рөліңізді өте жақсы алып шыққан екенсіз. Мына біз бірінші бөлімді аса қатты көре алмадық. Басқа бөлімдерді мен өзім 10 бөлім түгел көріп шықтым. Өте жақсы бір кәсіби осы өмір бойы кино актриса болып жатқан актрисалар еш айырмашылығы жоқ, тамаша орындағансыз. Қиын болған жоқ па? Бұл фильмге қалай тап болғанымды Арман аға жақсы айтып беретін шығар. Көп рахмет, өнерімді бағалағаныңызға. Енді актерліктің шығынан шығарып тастаған жоқпын, бірақ іштей сол адамның жан дүниесін сезініп, Арман ағаны сұрадым, айтпайды. Қандай адамды бір-екі разведка жасап едім деді, сонымен дедім. Өзім ол адамның жан дүниесін, жалпы өмірде тағдырда көп сыналған адамның жан дүниесін түсінуге тырыстым. Аса қиын болған жоқ ол түсіну. Сондықтан да сол бір сыналған адамның өмірде реніш пен қуанышты екеуін қатар алып жүрген жай күйін бір алып шығуға тырыстым. Өзім бір аутсорсинг компанияда, ұлттық арнадан бөлек аутсорсинг компанияда жұмыс жасайтын. Бір сол күні жұмысқа бармай қалғам. Воскресенье күні Гүлназ бергел деп шақырып алған, сосын жарайды деп бір адамның номерін сұрау керек болды кино саласындағы. Сол жердегі адамның номерін терсем, өшіп жатыр әлгі адамды. Енді не істейін деп қарап отырсам, Құралай деген қызым шықты. Бұрын бір кинода бір көргем сыртынан. Құралайға случайно звондасам, Гүлназ сіз Алматыдасыз ба, бері келіңіз деді. Сосын біз фильм түсіріп жатырмыз, келіңіз деді. Сосын Арман аға звондады, Гүлназ келіңіз. Осындай не болып жатыр деп. Бардым, соңғы күні бардым ау деймін. Арман аға келгенде. Көп рахмет осындай мүмкіндік бергеніне. Мынандай қызық нәрсені айтып берейін. Бұл жерде киноның осы жерде сценаристер отыр. Жәмит Көшербаев, Қанат. Қайда? Орындарыңыздан тұрып көріңіз. Бұл жігіттермен бірге жұмыс істедік. Әрине, кез келген нәрсені ақылдасып отырып, былай болса, былай деді. Бұл кісілер дайындап берді 10 серияны. 10 серияны Қазақстан каналы қабылдап алды сценарийді. Содан енді съемка басталатын кезде режиссер 2 күн, 3 күн ойланып жүріп, өте қатты ойланатын жігіт. Әр несін соңы қалай болады, бәрін ойланып жүрген жігіт. Сол келіп, Ареке, бұлай бітуге болмайды дейді. Не бітуге болмайды? Киноны бұлай бітуге болмайды. Бұл кісілердің сценарийінде Арман медсестраға үйленеді соңында. Байқасаңыздар, екеуінің арасында қандай қарым-қатынас 10 серия бойында. Медсестра Арманның жанын түсінеді. Жазбаларын бәрін оқиды. Бұлай логикаға салып қарасақ, шынымен солай болуы мүмкін негізінен. Режиссер айтты, екеуінің біреуі өлу керек деді. Не Арман, не жаным. Киноның драматургиясы солай. Көрерменді жылату үшін де, басқа болу үшін де, рейтинг болу үшін, тағы бірдеңе үшін. Жоқ дедім, екеуін де өлтіре алмаймын. Екеуі де тірі. 2-3 күн уақыт берді, ойландық, бұлай ойландым. Арасында сценаристерге хабарластым, осындай тірлік болып жатыр.
не істейміз екен. Енді режиссердің айтқанын істемесең де болмайды, ол түсіріп жатады, ол негізгі еңбек соныкі болады бәрібір. Соны енді екеуміз келісетін шығар деп өз вариантымды айттым 2-3 күннен кейін. Сіздер көрген вариантты. Режиссер қабыл алды, сонымен сол вариант кетті. Соңында серияның екеуі қосыла ма, қосылмай ма, өмірлер ағырай қалай болады? Сұрақ белгісі тұр. Ал енді осы сұрақтың ғайына қарай айта кетейін. Жаным өмірде бар, сериалды көрді, кеше сообщение жіберді. Осындай сериал түсіруге мүмкіндік бергеніне алғысымды айтамын. Және мына жастардың жаңадан алғашқы тырнақалды дүниелері шығар, алғашқы адамдар өнерде кейбіреулерін, сондықтан олардың болашақта өмірлерін зор табыс тілеймін. Енді жалпы жігіттердің біразын танимыз, білеміз, өзімізді көргендей болдық, арасында жүргендей болдық 5-ші жатақхана болғаннан кейін. Менде мынандай сұрақ болып отыр, кезінде жаңағы бірден қояйын деп едім, оған жауап бердіңіз, интригаға байланысты. Қазір сериалдарда әйтеуір хабар болсын, Қазақстан болсын, сериал жазып жүрген. Енді өзімді әріптестерден бастап, мен жалпы осы телехикая көрмейтін адаммын. Сондықтан жаным меніңнен бастадым, мен дамалыстан Нартайды оны әріптесім болғанда онда көре бастадым. Әріптестеріміздің біріншіден осындай дүниелер келіп жатқанына қуаныштымыз. Рас, өйткені олар біледі, содан кейін бір нәрсе бар, ұлттық рухпен тәрбиеленген азаматтар ғой, оны мойындауымыз керек. Сондықтан осындай дүниелердің басы қасында жүргеніне біз қуаныштымыз. Енді ана интриганы айтып қойдыңыз, жаңа өлу керек деген. Себебі қазір арналар мына біздің телехикаяларға қолдан ұйымдастырылған кадрлар секілді сондай жүйелер, дүниелер көп қосатын болды. Екі қабат болып қалу, ажырасып кету, өліп қалу деген сияқты. Сондықтан мен ана әлеуметтік желіге жазған кезде өзімде қуандым, келіспедім дегеніне. Қанша деген продюсер ретінде құқығыңыз бар ғой, соған қуандым. Әп-әдемі дүние бар. Мұнда да жаңағы жалп етіп жабысуда жоқ. Тәрбиелік мәні өте жоғары болды, сондықтан қуаныштымыз. Осындай интригаларды қосып жатқан кезде түсіру барысында құпия нәрселер көп болды ма? Жаңа хабарласты дегенде қаншалықты мына сериалдағы тағдырлардағы құпия айтылмаған, және сериалдар түсіру барысындағы құпиялар болды ма? Айтпай жүрген ішіңіздегі. Олар қаншалықты? Жаңағы жаным хикаясын әлеуметтік желіге жариялаған кезде біраз курстастарымыз сол әлеуметтік желіде отырады, біразы. Маған кейбіреу звондады, кейбіреу жазды, мүмкін жазбай қоярсың. Қайда кетіп бара жатқанын түсінді олар, жоқ қай оқиғаның туралы шарықтаушы жерге қай жеріне дейін бара жатқанын. Сондықтан жаңа Дәкең сұраған көп құпия әлеуметтік желідегі жазбаға да жазылған жоқ, сериалға да енген жоқ. Шындығын айтқанда жанымның тағдыры сериалдағыдан бір 10 есе ауыр болған шығар өмірде. Өте қиын болды. Жаңағы Арманмен айырылысатын жері, Тимурдың пәтеріне апаратын, оның бәрі бір жеңіл ғана нәрсе сияқты маған кинода. Ал өмірде ол айтуға тіпті кейде ауызда бармайды, өте ауыр жағдайлар болған. Сол сияқты Тарғынның тағдырына байланысты, немесе сол Балғараевтың өзіне байланысты, ол адамның жеке намысына тиіп мүмкін, немесе тым мақтап жіберген болуы мүмкін, немесе оның үйіндегі отбасының бір әйелін ренжіп қалуы мүмкін, біраз құпиялар болды, бірақ онымен рейтинг жинауға болар еді шынымен. Олар шығатын болса, ол енді шынымен ақ жаратын еді қазіргі тілмен айтқанда. Бірақ жаңа этика деген бар, айтуға болатын, болмайтын мәселе бар, сондықтан біраз құпиялар оған енген жоқ. Менің жеке пікірім, бұл осы сериалдағы әннің, әуеннің сәтті шыққан, яғни Тобылды Досымов ағамыздың әндері, өлеңдері сіздердің кездеріңізде де хит болған ғой. Енді соны қазір қайтадан жаңғыртып, жаңа аранжировкада осы сериал арқылы қайтадан қазақ жастарына насихаттап жатырсыздар, өте дұрыс болған. Енді соған атсалысқан жігіттердің мына жерде Жандос Абдраимов және Оразалы Мақсатов, соның Алуа Қосанова деген біздің осы әнші қыз жігіттеріміз келіп отыр. Және Оразалы осы әнді өңдеген жаңа осы заманға келтіріп, бар ма Оразалы арамызда? Осы
Сіздерге сұрақ. Оразалы, сізге қойыншы. Осы мына қазіргі жастардың жүрегінің осы бұрын дүниеге келген әндерді қайтадан өңдеп, жүрекке жету үшін қаншалық қиын болды? Құпиясы неде деп айтсақ болады? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Тағы да құтты болсын дейміз Арман аға. Енді жалпы жасаған кезде бұны жаңағы Жәкең бар мұнда, режиссер бар, қиыншылық тудырған жоқ аса бір. Келісіліп отырып істелген жұмыс болды. Қаншама жұмыстар өтті, мынау болмайды, бұлай істейік деген сияқты. Жалпы жақсы өтті. Телехикая әлі сценарий жазылмай тұрған тұста ақылдасқан кезде табылды досымыздың, курстасымыздың әндерін енгіземіз деп өзіміз ақылдасқанда, шынымен осындай халықтың ілтипатына бөленіп хит болатын менің жүрегім сезді. Шын айтамын, ол өтірік айтқым келмейді. Оған куәлерім де бар. Жігіттерге де, басқаларға да, кімге, Жандосқа да айтқам, фильмді көтеретін болса, осы ән көтереді. Ән көтереді, көресіңдер деп. Осы жолы Атырауға иіндерге бардым, жаңа досымыздың баласымен. Сонда тойда жүрген кісілердің телефондарында, ұялы телефондарының звоноктарына жаңағы Алуамен Жандостың орындауға әндерді қойып қойыпты барлығы. Жаңағы жастарымызды айтып жатыр. Енді әннің сәтті шығуы біріншіден аранжировщик бауырымның арқасы, екіншіден Бақытта Саидта сөзі жоқ, режиссер постановщигіміз, ол музыкадан көп хабары бар жігіт екен. Жандос біледі, киноға ыңғайлап 2 рет 3 рет қайтарып, қайта жасатып отырып, осы 2 әнді, 4 ән ғой, екеуіне. Соны қайта жаздырып отырып дайындады, сондықтан Бақыттастың да бір еңбегі бар ғой деп ойлаймын. Менің ойым, жай ән тыңдалуы мүмкін, ертең ұмытылуы мүмкін. Ал кинода мыналардың трагедиялық образдарының фонындағы табылдың әндері менің ойымша сәтті шықты деп ойлаймын. Қайырлы күн баршаңызға. Біз Арман аға екеуміз Фейсбукта доспыз, бір-біріміздің комментарийімізге лайк басып қоямыз, және жаным меніңді үнемі бірінші жазылғаннан бастап оқыдым, және бірден мен 10 сериясында көріп шықтым. 5-ші жатақханада 4 жыл өмірім өткесін шығар. Мен үшін де өте ыстық фильм. Тек қана жаңа 85-ші жылдардағы студенттер үшін емес, әрбір буындағы журфактың әрбір буынына ыстық дүние деп ойлаймын. Сол үшін және тілдің тазалығы өте қатты ұнады кинодағы. Сол үшін сізге және сценаристерге үлкен рахмет айтамын. Келесі сұрақ сіздің жеке басыңызға қатысты болуы мүмкін, жеке сұрақ шығар, бірақ сұрағым келеді, жаңа айттыңыз ғой, жанымның өмірде одан да 10 есе ауыр болды деп. Ал Арман, сіз жаным үшін өзіңізді кінәлі сезінген сәттер болды ма, және егер сізге қайта бір мүмкіндік берілсе, Арманның қай қателігін жасамас едіңіз? Съемканың кезінде Арманның рөлін ойнаған Қуаныш қасымда отыр ғой. Қайта сұрайтын, аға қинап жібердіңіз ғой, сіз шынымен сондайсыз ба деп. Иә дедім, мен қызғаншақпын, қарсақпын, тура соны ойна деп. Енді өте кинодағыдай болмасақ та, бірақ өмірде жаңағы кинодан көргендеріңіздің біраз қасиеттері бар. Жаңа сұрағыңа жауап берейін, егер өмірді қайтадан бастайтын болсаңыз, дейсіз, ондай болатын болса, шынымен жаным мен Арман 2-3 жерде бірін-бір кешіретін жерде болмайтын нәрсеге. Арман тым қызғаншақ мына жерде. Жаным өрбекірек, таң. Өмірде де сондай болатын, шынын айтқанда. Қаланың маңайындағы ауылдың қызы, почти городская. Ауылдың баласы, ол да кеудесін көтеріп баған, сол көкіректен, ол таяқ жеді өмірден, тым қызғаншақтықтан мен таяқ жедім. Өмір енді қайтадан берілетін болса, жаңағы осы, ол ана қателігін қайталамауы мүмкін, мен жаңағы өзім айтқан нәрселерді қайталамайтын шығар. Қайырлы кеш, мен физика-техникалық факультетінің студентімін. Сұрағымды Ануар ағай сізге қойсам деп едім. Осы жаным мен телехикаясының сценарийін жазуға, яғни осы оқиғаны жазуға сізді не итермеледі, не себепті қазір жаздыңыз? Және де осы сериал шыққаннан кейін қабат деген ай деген жерлер болды ма?
ұнамаған тұстары болды ма? Бір тылсым күштің бар екендігіне бұрын сенбейтінмін. Жаңа кинодан көрдіңіздер, ауруханада жатқан үлкен Арманды көрсетеді ғой, реанимацияда. Ол өмірде болған оқиға. Осыдан 5-6 жыл бұрын ол кезде жүректен емес, аяқ астынан қантым көтеріліп, ес-түссіз ауруханаға түстім. Дәрігерлердің айтуынша 8 сағаттай комада жатыппын. 8 сағаттан кейін көзімді аштым. Бала-шағам келді, дәрігерлер жаңа жерде сол кинодағыдай есті жинағаннан кейін 1-3 сағаттан кейін телефонымды қарап жатсам, тура кинодағыдай сообщение келіп тұр. Ішіндегі тексті мәтінінде тұр кинодағыдай. Шамамен былай түнімен түсіме кіріп шықтым, ұйықтай алмадым. Саған бірдеңе болды ғой деймін, амансың ба деп. Оған дейін енді қырып жазған адам емеспін, естелік жазған емеспін. Сол кезде Фейсбукта жаза бастаған кезіміз, ауруханадан шыққаннан кейін өткен кездің оқиғалары тура кино сияқты көз алдымнан өте берді. Тура миымда, мысалы, Балғараевтың оқиғалары, басқалары, жаңағы жаныммен жаңағы оқиғаның барлығы өтер нүктесіне дейін өзінен өзі миыма келіп отырды да. Сондықтан бір тылсым күштің бары рас. Менің телефонымды білмейді, менің сол күні ауырғанымды қайдан біледі, басқа қаладағы адам мысалы. Соның бәрі әсер етті де, осы жанымның дүниеге келуіне себеп болды деп ойлаймын. Сізде осы кинодағы Арман екеулеріңіздің мінезіңізде, өміріңізде ұқсастық бар ма? Және екінші сұрақ, кинодағы алғашқы қадамыңыз ба? Қайырлы күн баршаларыңызға, шақырып кездесу ұйымдастырғандарыңызға, ұйымдастырушыларға үлкен рахмет, алғысымызды айтамыз. Ең бастысы Арман аға, сізге де рахмет, тек қана табыстар тілейміз. Енді Арман аға екеуміздің мінезімізде ұқсастық бар ма деп отырсыз. Кейбір тұстары ұқсастығымыз бар. Мен Арман ағаға айтқан кезде, Арман аға да сенбеді маған басында. Менде де примерно осындай оқиға болды басында дедім. Дәл сол киноның тұсында енді дәл Арман ағаның сияқты жағдай болмаса да, соған жете қабыл бір жағдай болған деп менде түсіндірдім де. Сөйтіп Арман аға бүйтіп қарады да, аса өзі қатты бір сеніңкіремеді. Енді бір сондай бір қырсықтықта, бір сондай бар шығар мінезімізде бір ұқсас тұстары. Жалпы кішігірім ұқсастығымыз бар ағамызбен. Екінші сұрағымыз, енді кинодағы алғашқы үлкен рөлдердің бірі, бірақ болғанға дейін эпизодтық рөлдерде, сериалдарда, художественный фильмдерде сондайларда түсіп жүрдім, бірақ та басты кейіпкерлерге түспедім. Қазіргі таңда Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында 1-2 жыл студенттік сол академияны бітіргеннен кейін сол театрға қабылданып, сол жерде қызмет атқарамын. Сәлеметсіздер ме? Мен химия факультетінің 2-ші курс студентімін, есімім Мажар. Сұрағым Қуаныш аға сізге. Кинодағы Арманның жанымға шын өмірде сезімі оянды ма? Өйтіп айта алмаймын. Енді өмір мен өнерді шатастыруға болмайды. Көп жағдайда енді біраз адамдарды көрдік, өмір мен өнерді шатастырған адамдарды көрген көп болмаса да айтып отырғаным. Біздің арамызда ондай болған жоқ. Дегенмен ағалы, қарындасты, бір жақсы қарым-қатынас бар, сыйластығымыз бар. Көрген жерде амандығымыз түзу, жақсы араласамыз. Бұлайынан қазіргі таңда Ақнұрдың да қазіргі жанымның тура мен аттас досы бар. Сондықтан да менде оның да аты Қуаныш, менде ол жігітті жақсы сыйлайтын азамат болайын. Жақсы сыйлайтын азамат ол жігітті. Содан кейін ондай қарым-қатынас жоқ бізде. Негізі ғашық болмадым, жауап. Ал енді мына бүгінгі кешіміздің кең тұсы болып жатса, кешірім өтінеміз.
мынау бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқан Арман аға бастаған, Сәуле апайымыз бастаған бүгін қонақтар, сіздерге де рахмет. Біздің актерлар, актрисаларымыз және көрермендер, сіздерге де рахмет. Жаңа фильмдерді жастар арасында насихаттау мақсатында ұйымдастырылған кино кездесу жобасын өткізуге атсалысқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Ең бірінші Арман ағамен келістікті, сонан кейін әлеуметтік желіде ал бастайық деп жариялап келіп жібердік. 2 сағаттан кейін маған бір кісі Инстаграмдағы парақшама жазды. Сендер біздің рұқсатынсыз бұның ешбір кішігірім үзіндісін де көрсете алмайсыңдар. Рұқсаттарың керек, себебі авторлық құқық қорғалған деп. Сондықтан өте дұрыс айтты ол кісі біздің бүгін арамызда отыр. Сәуле Жәнібекқызы Жиреншина. Осы кісінің арқасында бүгін сіздер ресми түрде рұқсатын алып көрсетуге мүмкіндік алдық. Рахмет сізге. Бір ауыз айтып кетсем, бұл авторлық құқық және авторлық құқықтардан туатын сабақтас құқық деген заңдық дүние екенін білесіздер, сондықтан біз жаңа сізге жазып жатырмыз. Бірінші ғана бөлімін көрдім, телехикаяның жартысын көре алмадым деп жатырсыздар ғой. КЗК.kz сайтына кіріп, жанымен деп терсеңіздер, 10 бөлімінде интернеттен тыныш отырып, шай ішіп отырып көріп алу мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгіннен бастап актриса Гүлназ Ауданбаева. Арман рөлін ойнаған Қуаныш Бейсеғалиев. Сценарий авторларының бірі Жәмит Көшербаев. Фильмдегі саундтректерді орындаған Жандос Әбдірайымов пен жігітке ерекше алғысын білдіремін. Алуа, сіз осы саундтректің бірінде ән орындадыңыз. Ол қазір жерде бізде гитарамыз дайын тұр. Рұқсат болса, соңында бір ән орындап берсеңіз. Білмеймін, жанарыңнан сұрықтым ба, әлде сені сол сәтте ұмыттым ба? Өзің болдың әйтеуір бұл күнгенім, көтеріп ап кетіп ең бұл қымбадым. Аймалауыңа құнықтым ба? Өзің болдың әйтеуір бұл күнгенім, көтеріп ап кетіп ең бұл қымбадым. Аймалауыңа құнықтым ба? Білмеймін, құшағыңда діреттім бе, алып ұшып барамау жүрек мүлде. Ойлағымда келмеді ештеңені, күндіз бәлде білмедім, кештемеді тек оққаным. Жан бірге, тілек бірге. Ойлағымда келмеді ештеңені, күндіз бәлде білмедім, кештемеді тек ұққаным. Жан бірге, тілек бірге. Сезімімнің қақпасындара қақтым, шуағыңда бойымда аралаттым. Бақыт болып мәңгіге келіп бірге, ағыл-тегіл сезіммен еліттің де өзің маған. Өзің болып бара жаттың. Бақыт болып мәңгіге келіп бірге, ағыл-тегіл сезіммен еліттің де өзің маған. Өзің болып бара жаттың.